Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ болып шығатын картошка қосылған пирожкидің рецептімен бөлісемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Барлық ингредиенттерді описание бөлімінде және видео соңында қалдырамын. Ыдысымызға алдымен жылы сүтімізді құямыз және ашытқымызды саламыз. Және қантымызды салып жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз саламын, 1 жұмыртқа саламын және 50 грамм сұйық май құйып, тағы да араластырамын. Енді ұнымызды біртіндеп салып отырып, қамыр илейміз. Мен алдымен осылай венчикпен араластырамын, сосын қолмен қамыр илейміз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан ұнды біртіндеп салғандарыңыз дұрыс. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Ыдысымызға кішкене май жағып, қамырымызды салып, бетін жауып, 40-50 минутқа қоямыз. Жылы жерге қойсаңыз тезірек көтеріледі. Ал енді қамырымыз дайын болғанша пюремізді дайындап аламыз. Картопты ұсақтап турап суға қайнатамыз. Тұз салып, кішкене сұйық май құямыз. Картопымыз дайын болған соң кішкене сүт құйып, пюре езгіштің көмегімен осылай дайындап аламыз. Самасына қуырылған пияз қосып дайындасаңыздар болады. Менің балаларым олай ұнатпайды, сондықтан мен осылай дайындаймын. Қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, үлпілдек болып көтерілді. Енді осы қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп, домалақ формаға келтіріп аламыз. Қолымызбен домалақ етіп жайып алсақ болады, немесе оқтау қолдансаңыз да болады. Осылай домалақ етіп жайып, ортасына салмамызды салып, шет-шетін біріктірген жерімізді төмен қаратып, әдемі пирожкилерімізді дайындап аламыз. Формаға арасын алшақ етіп салып, бетін жауып, тағы да 20-30 минутқа қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тағы да пирожкиіміз әдемі болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, кунжут себеміз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15-20 минутқа қойып, пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі шықты. Пирожкилеріміз жылтыр алтын түстес және өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.